Сәлем достар, бүгін сіздермен шойын, яғни чугун қазандарды алғаш қолданар алдында қалай дұрыс өңдеу керектігі туралы бөлісемін. Бұл әдіс арқылы қазаныңыз ұзақ қызмет етіп, тағамдарыңыз дәмді әрі пайдалы болады. Видеоны соңына дейін көріңіз. Шойын қазаны табиғи әрі экологиялық таза, бірақ жаңа қазан өндіріске байланысты маймен қапталуы мүмкін. Сондықтан оны дұрыс өңдеу керек. Егер бұл қадамды өткізіп алсаңыз, тағам жабысып, қазан тез тот басуы мүмкін. Айта кетейін, әр қазанды сатып алғанда ішінде міндетті түрде нұсқаулық қағазы болады. Сол қағаздағы инструкция арқылы қазанға обработка жасаймыз. Яғни күйдіріп, тұз салып немесе майлап дегендей. Бірақ жұмыс барысында міндетті түрде мұқият болуымыз керек. Себебі шойын қазаны өте ауыр, әрі қызғанда жаңа қазандарда заводской иістер мен химиялық майлар бөлінеді. Қазанды өңдеу алдында барынша балалардан алыс жерде немесе ас үйдің есігін жауып, терезелерді ашық қалдырып, вытяжканы қосып қойып істеген дұрыс. Тіпті жер үйде тұрсаңыз, далада от жағып, далада жасаған дұрыс. Зауыттың улы майлары ашық алаңда ауамен кетіп қалады, ал үйде болсаңыз қазан түтіндегенде міндетті түрде терезе ашып, иісін шығару керек. Менде бүгін 2 жаңа қазан. Екеуіне де өңдеу жасап сіздерге көрсетемін. Біріншісінде осы үлкен өзбек қазаны. Бұл қазан зауыт майларымен өңделгендіктен оны тұз арқылы ұзақ өңдейтін боламыз. Себебі зауыт машина майлары улы келеді. Жаңа көрсеткенімде қазанды алдымен жай ғана сумен жуып алдым. Кейін оны газға қатты отқа қойып, 30 минут бойы күйдіріп, иісін шығарып алдым. Кейін оны суытып, артынша жай сумен тағы бір рет жуып, құрғақ майлықпен құрғатып кептіріп алған болатынмын. Оған дейін екінші қазанымды жуып, газға 15 минутқа қойдым. Себебі бұл қазан зауытта өсімдік майларымен өңделген және көлемі кішкентай. Қазандар газда тұрғанда одан түтін шығып, зауыт майларының иісі шығуы керек. Жалпы қазан осылай күйдіру арқылы өңделеді. Кішкентай қазанымды күйдіріп болдым, енді оны суытып қоямын. Ескерте кетейін, қазан суығанша оған тиіспеу керек. Неше түрлі сұйықтықтар, тіпті су құюға болмайды, тек ол суыған соң жуу керек. Ал енді жаңағы суытып, жуып, кептіріп қойған өзбек қазанымызға екінші өңдеуін жасаймыз. Нұсқаулық бойынша оған 1 кг тұз салу керек деп жазылған. 1 кг тұзды 6 литр қазаныма салып, тұзды жан-жағына тигізіп, 1 сағат тұзды күйдіріп шықтым. Нұсқаулықта 1,5-2 сағатқа дейін күйдіру керектігі жазылған. Тұзды күйдіріп жатқанда оның шашырауы, түсінің өзгеруі қалыпты жағдай. Ол тұзды кейін тастау керек, ештеңеге қолдануға болмайды, себебі қазанның улы қалдықтары тұзбен кетеді. Тұзды барынша жан-жағына жеткенше тигізу керек. Егер тұз ортасына қарай сырғып түсіп кетіп жатса, қазанда видеодағыдай қисайтып, тұзды ішінің барлық жеріне тигізіп күйдіру керек. 1 сағат өткен соң қазанды оттан алып, тұзымен бірге суытамыз. Кезек екінші қазанға келді. Бұл қазанды жаңа отқа күйдіріп, суытып, жуып алған соң бірден отқа қайтадан қойып кептіріп алдым. Бұл қазанның нұсқаулығы бойынша тек өсімдік майымен өңдеу жасайды екенбіз. Ең алдымен газды баяу отқа қоямыз. Қазанның ішіне май құйып, қасықтың немесе ағаш күрекшенің көмегімен қазан ішінің жан-жағына майды тигізіп араластырамыз. Тек құлақтарына тигізуге болмайды. Шамамен 15 минуттай майды қыздырып, үнемі араластырып отырамыз. Кейін қазанды оттан алып, маймен бірге сәл суытып алған соң майды төгіп тастаймыз. Бұл маймен тамақ пісіруге болмайды. Қазандағы майды қағаз майлықпен сүрткенде салфеткада ешқандай қара дақ болмау керек. Болған жағдайда қайта май құйып, жаңағы процесті қайталаймыз. Менде салфеткам таза май болып шыққан соң бұл қазанды өңдеуді аяқтадым. Кезек өзбек қазанына келді. Жаңағы тұз бен қазан суыған соң тұзын төгіп тастаймыз. Бұл тұз керек емес, және қазанды жақсылап жуып алған соң газға қойып, соңғы өңдеуді бастаймыз. Қазанымызды толығымен құрғатқан соң ішіне май құйып, өңдеуді бастаймыз. Ескертетін жайт, осы кезде қазанның қасына кетпей, майды үнемі жан-жағына тигізіп, араластырып тұру керек, шамамен 15-20 минут. Кейін оттан өшіріп, қазанды суытып алған соң майын төгіп тастап, салфеткамен ішін сүртеміз. Бұл қазанды маймен 1 рет өңдеу жетпейді. Біріншісінде салфеткам қап-қара болды.
Нұсқаулық бойынша да бұл қазанды маймен 2-3 рет өңдеу керектігі жазылған. Сондықтан екінші рет өңдеп жатырмын. Айтпақшы, қазанның қақпағы алюминий болғандықтан оны жай сумен ыдыс жуатын гельмен бірге жуып алдым. Қазанды маймен екінші рет өңдеп салфеткамен сүрткенде қазанның қарасы кете бастағанын байқадым. Кейін соңғы рет қазаныма маймен өңдеу жасадым. Және соңғы рет сүрткенімде салфеткада ешқандай қара дақ болмады. Осылайша барлық техникаларын нұсқаулық бойынша жасап шықтым. Және қазандарымды жумай, осылай май жағылған күйде бір түнге қалдырдым. Ертесіне қазандарымды бір жуып алып, құрғатып қойдым және тамақ істеуге дайындап қойдым. Сол күні үлкен қазанмен бірнеше адамға жетерліктей палау пісірдім. Және тамақ пісіріп жатқанда ешқандай жабысқан емес, әрі тамағым дәмді, әдемі болып пісті. Айта кетейін, шойын қазанына тамақты ұзақ уақыт сақтауға болмайды. Қазанды әр қолданғаннан кейін жұмсақ губкамен жуып, жақсылап кептіріңіз. Кейде жұқа қабат етіп май жағып қойсаңыз, қазан ұзақ жылдар бойы қызмет етеді. Міне, осылайша шойын қазанды дұрыс өңдесеңіз, ол сізге ұзақ уақыт қызмет етеді және дәмді тағамдар дайындауға көмектеседі. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Каусар, келесі видеода кездескенше.